Дәмі тіл үйірер қауыннан тосап қайнатып, қауынғақ пен қауынғырт жасайтындарды көріп жүрміз. Ал жергілікті ғалымдар одан қытырлақ тіске басар әзірлеп жатыр. Қалай дейсіз ғой? Біздің түсірілім тобымыз дәл қазір Қызылорда университетінің кішігірім цехында тұр. Әріптесім Азамат Әуесхан қауыннан жасалған чипсидің дәмін бірінші болып татып көрмек. Азамат, бұған дейін кептірілген қауынды көріп пе едің? Қайырлы күн, студия. Бүгінге дейін кептірілген жемістерден дайындалған компотты ішіп көрген едім, бірақ қауыннан жасалған чипсті алғаш рет көруімін. Шынымды айтсам, дәмін татқым келіп тұр. Татып көреміз. Дәмі ерекше екен. Кептірілген картопқа қарағанда ерекшелігі бірден сезіліп тұр. Дайындау технологиясы да қарапайым сияқты, ешқандай химиялық қоспаны көріп тұрғанымыз жоқ. Самалбек, солай ғой? Жалпы ешқандай химиялық қоспасыз экологиялық таза өнім деп айта аламыз ғой, иә? Әрине, қазіргі таңда біздің лабораторияда дайындалып жатқан қауыннан жасалған чипсы ешқандай қоспалар қосылмаған, таза табиғи өнім деп айтуға 100% негіз бар. Себебі тек полядан жаңағы егістік басынан алқабынан жиналған қауынды осында әкеліп, жуып, санитарлық нормаларға сәйкестендіріп жуып, кесіп және кептіру процесі. Түсінікті. Жалпы енді бұл жобаны жасауға, жүзеге асыруға не түрткі болды? Негізінен өздеріңіз білесіздер, Қызылорда облысы дүние жүзіндегі қауын өсіретін негізгі аймақтардың бірі болып саналады. Сондықтан қазіргі таңда біздің өңірімізде өсіріліп жатқан қауынның екінші бір қайта өңдеу процесін жолға қою керек болды. Екінші мәселе, қазіргі жастар арасында белең алып бара жатқан дүкендерде сатылатын чипсилер мен осы кері ешкілердің орнын алмастыратын басқа бір дүние ойлап тапқымыз келді. Негізгі түрткі болған, негізгі идеяның себепкер болған осы мәселе. Жалпы енді осы жобаңыздың басқа мемлекеттерде, жалпы әлемде өзінің аналогы бар ма? Бұның енді қауыннан, кептірілген қауыннан дүние жүзінде бір-ақ мемлекет айналысады. Бұл біздің көршілес өзбек ағайындар. Бірақ айта кетейін, біздікінің өзіндік ерекшелігі бар. Өзбек ағайындардың дайындалған жаңағы нелер, кептірілген қауындар, олар ерте пісетін және орта пісетін қауындардан дайындалған. Ал біздікінің бір өзіндік ерекшелігі, мынау біздің Қызылорда облысынан өзіне тән, яғни эндемик, біздің жергілікті халықтық селекция нәтижесінде шыққан өте кеш пісетін қауын сорттарынан дайындап жатырмыз. Яғни Қаракүлабы, Қалайсан, Торлама, осы үш сорттан негізінен дайындап көрдік. Бұлардың дәмдік қасиеттері алдыңғы жаңа айтып кеткендерге қарағанда өте ерекше, яғни дәмділік қасиеттері жоғары, қанттылығы жоғарылығымен ерекшеленеді. Дайын өнімді қанша уақыт сақтап, қанша уақыттың ішінде қолдану керек? Біз енді бұл мәселеге біз келдік. Дайын өнімді біз қазір мынандай әртүрлі қорапшаларда дайындауға болады, бірақ біз негізінен біз мынау қағаз қорапшаға тоқталдық. Себебі бұл қағаз қорапша, өздеріңіз білесіздер, сақтау мерзімін ұзартуға өзінің септігін тигізеді. Жалпы енді жаңа жоспарларыңызды айтып өттіңіз ғой. Сонымен қатар енді осы қауыннан бөлек басқа да бақша дақылдарынан осындай чипсы жасауға жоспарларыңызда бар ма? Әрине, басқа да дақылдарда, мысалға қазіргі таңда мынау әлемде мынандай түсінік қазір қалыптасып келе жатыр. Мынау консервіленген заттардан гөрі қазір мынау кептірілген заттарға деген сұраныс артып келе жатыр. Сондықтан біз негізгі біздің неміз осы қауын чипсы болады да, біз қосымша басқа да дақылдардан осындай кептірілген түрлерін чипсыларды дайындайтын боламыз. Енді дайындау тәсіліне кішкене тоқталып өтесіз ба? Енді бізде жаңа ғана айтып кеттік әңгіменің басында, бізде бұл 100% органикалық, яғни табиғи таза өнім деп айтамыз. Яғни қауынды алып келеміз, қауынды жуып болғаннан кейін, мынау қазіргі таңда мынау көріп тұрғандарыңыз, мынау Қызылорда облысының өзінің жергілікті сорт, Қалайсан деген сорт, бұл өте кеш пісетін сорттар, пісу мерзімі 100-110 күнді құрайды. Қазіргі таңда біз бұның барлығын жаңағы жуу, кесу, тазалау жұмыстарының барлығын қолмен жасап жатырмыз. Ең негізінен көп уақыт алатыны бұл жерде кесу мәселесі. Келешекте біз осыны кесетін жаңағы көкөніс кесуші арнайы құрылғылар бар. Сол құрылғыларды сатып алған жағдайда біздің жұмысымыз біріншіден бірнеше есеге жұмысымыз жеңілдейді. Сонымен қатар жаңағы тәулікте өндіретін өнімнің мөлшері артады. Сөйтіп біз келешекте осыны өзіміз өзіміздің брендке айналдыру, яғни өзіміздің атын қоямыз. Melon Chips деп енді әзірше атын қойып тұрмыз.
келешек сол өзіміздің логотипімізді жасап, яғни ойымыз нарыққа кіру. Себебі мынау біздің университетіміз қазіргі таңда мынау кәсіпкерлікке бағытталған университеттердің қатарына біз қосылып жатырмыз. Бұл бірінші кезекте жастардың денсаулығын қорғау, сонымен қатар жастарды осы кәсіпке баулу болып табылады. Ақпаратыңызға рахмет, іске сәт дейміз. Ал бұған дейінде бақша дақылдарына түрлі тәжірибе жасап жүрген ғалым нарықта кездеспейтін өнім түрін өсірумен әртүрлі сорттарды егуді де қатар алып келе жатыр. Бизнестің жол картасы 2020-2025 жылдағы арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында құжаттарын тапсырып, бастамасы қолдау тауып, қайтарымсыз 2,5 миллион теңге көлемінде қаражат алып та үлгерген. Ал маған бүгінгі дәмін татқан қауын чипсылары өте ұнады. Ең бастысы экологиялық таза әрі отандық өнімді тұтынайық. Студия. Азамат, рахмет, расында керемет бастама екен.